Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Рузил Миникаев ресейлік кино мен театрдың жаңа тұлғасы. Актер, садақ және сұлу пацаны телехикаяларында басты рөлді сомдады. Сонымен қатар, заманауи ойын мектебінің труппасында қызмет етеді. Ұлты татар. Рузил 1999 жылы 20 мамырда Нұрлат қаласына дүниеге келіп, егіз әпкесі Рузилмен бірге өскен. Бала 7 жыл бойы күреспен айналысты. Сонымен қатар Миникаев музыка мектебінде академиялық вокал мен фортепианода ойнады. Ол жас кезінен назардың орталығында болуды ұнататын. Алғашқы іс-шараларымда бала кезімде анамның үйіне қонақтар келгенде бастадым, деп айтыпты. Мектептен кейін жас жігіт Қазан театр училищесін Ильдар Хайруллин аттағы актерлық факультетте түсіп, 2019 жылы диплом алды. Содан кейін ол Джозеф Райхунг Гейтске түсті. Актер сахнаға Қазан мектебінде оқып жүргенде Бенджамин Баттон және номер 10 комедия оқу театрын ойнай бастады. 2021 жылдан бастап Рузил Мәскеу театрының заманауи ойын мектебі труппасына мүшесі. Мұнда сол Crazy Brown қойылған дебат жасады. Елордаға, Москваға көшкеннен кейін Миникаев фильмдерде ойнай бастады. Оның фильмографиясында жас жігіт эпизодтық рөлдерді ойнаған. Ұрпақтар, көшедегі әділдік, серіктестер сериялары бар. Әртіс миллиондаған гонорар үшін нашар рөл мен тиын үшін тамаша рөл арасында екіншісін таңдайтынын мойындады. Рузил оны коммерциялық үшін емес, кәсібилік үшін жақсы көру керек деп санайды. Ол ойнаған әрбір түсірілімнен кейін ол басқалардың өз жұмысы туралы пікірлерін сұрайды және барлығын көңілінен шығуға тырысады. Миникаев өзін мақсатты және қыңыр деп атайды. Өзін ұнатпай және көп нәрсеге ұмтылады.